Сәлеметсіз бе? Егер де сіз Алтынсарин академиясының стипендиаты болам десеңіз, онда tayburov.kz сайтында өтінім бере аласыз. Өтінімді қалай беру керек туралы біз осы видеода түсіндіреміз. Ең басында бұл парақшаның жоғарғы оң жағында өтінім беру деген жерге басамыз. Өтеміз. Егер де сіз бұл сайтта тіркелмеген болсаңыз, онда бұл парақшаның сол жағында сізге тіркелу қажет болады. Тіркелгеннен кейін болашақ мұғалім байқауына өтінім берілетін модуль деген жерге басамыз. Өтеміз. Ары қарай подать заявку деген жерге басамыз. Бұл парақшада сіз осы сауалнаманы толтырасыз. Сауалнаманы толтырмастан бұрын правила деген жерге басып, сауалнаманы қалай толтыру қажет ережелерді сізге оқуыңызды ұсынамыз. Құрметті достар, бұл сауалнаманы толтырған кезде мұқият болуыңызды өтінеміз. Өтінімді толтырған болсаңыз, сохранить изменения деген жерге басасыз. Информация сохранена. Кейін сіздің өтініміңіз қалай шыққанын көргіңіз келсе, предварительный просмотр деген жерге басуыңызға болады. Егер де сіз өтінімді дұрыс толтырдым десеңіз, подать заявку деген жерге басасыз. Сіздің өтініміңіз қабылданды. Сізді Алтынсарин академиясында күтеміз. Рахмет.